Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай тұсаукесерге арналған жиынтықты жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар: 5 сантиметрлік және 2,5 сантиметрлік ленталар, ақ және золоты түстен жарты моншақтар, ыстық клей, ала жіп, арнайы жасалған тиындар және кольцалар, қайшы, қысқыш, зажигалка, пышақ, ине жіп және витражный стразы керек болады. Ең алдымен 5 см лентадан 30 см екі данасын қиып аламыз. Бұл біздің пышағымыздың бантигі үшін қажет болады. Жиектерін сетінеп кетпес үшін зажигалканың көмегімен күйдіріп аламыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап енді тігіп шығамыз. Бұл біздің пышағымызға арналған бабочка. Енді ала жібіміздің бантигін жасау үшін 30 см-ден 4-еуін қиып аламыз. Жиектері сетінеп кетпес үшін зажигалканың көмегімен жиектерін күйдіреміз. Бұл бантиктерді де видеода көрсетілгендей етіп тігіп шығамыз. Міне біздің бантигіміз дайын. Бабочкамыз әдемі көріну үшін жиектерін қиғашынан қиып аламыз. Келесі бантигімізді де дәл осылай етіп жасаймыз. Келесі пышағымызды қаптайтын боламыз. Ол үшін бізге 2,5 лентасы керек болады. Сіз өзіңіздің таңдаған түсіңізге байланысты жасай аласыз. Пышағымыздың ішіндегі түсі көрінбес үшін бірнеше рет лентамен қаптап шығамыз. Пышағымыздың түрі көрінбес үшін бірнеше қабаттармен қаптап аламыз. Пышағымызды қаптап болдық, енді бантигімізді жабыстырамыз. Бантигіміз әдемі көріну үшін ортасына ленталармен немесе жылтырақ стразалармен жабыстырамыз.
Жарты тастарды пышағымызға ыстық клейдің көмегі арқылы жабыстырып шығамыз. Пышағымыздың жүзіне де осы жарты моншақтарды жабыстырып шығамыз. Міне біздің пышағымыз дайын болды. Енді ала жібімізге кольца арқылы тиындарымызды қадап шығамыз. Бантигіміз әдемі көріну үшін қиғашынан қиған лентамызға жиегіне стразаларды жабыстырамыз. Бантигіміздің ортасын пышағымыздың ортасындағы бантикпен сәйкестендіреміз. Стразымызды жабыстырып, ала жіпке бекітеміз. Міне менің тұсаукесерге арналған жиынтығым дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.